Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар. Ғылыми жобаны орындаған Мағжан Жұмабаев атындағы номер 39 орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Саттаров Ердос және оның мұғалімі Алтынай Сұлтанбекова. Ғылыми жобаның тақырыбы құлаққаптар пайдасы мен зияны. Құлаққаптар пайдасы мен зияны. Құлаққаптар қазіргі заманғы өмірдің ажырамас бөлігі. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырайық. Құлаққаптардың пайдалы жақтары. Құлаққаптардың пайдалы жақтары ол музыкадан ләззат алу, білім алу және байланыста тұру. Музыкадан ләззат жеке кеңістікте музыка тыңдауға мүмкіндік береді. Білім алу аудио кітаптар мен подкасттарды тыңдауға ыңғайлы. Байланыс телефонмен сөйлесуге және онлайн кездесулерге арналған. Құлаққаптардың зиянды әсерлері. Құлаққаптардың зиянды әсерлері ол есту қабілетіне өте зиян. Ол жоғарғы дыбыс деңгейі құлаққа зақым келтіреді. Есту қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Дыбыс деңгейінің әсері. Дыбыс деңгейінің әсері 85 децибел қауіпсіз деңгей болып саналады. Ол максималды қауіпсіз дыбыс деңгейі. Дыбыс деңгейін бақылау есту қабілетін сақтау үшін өте маңызды. 100 децибел өте қауіпті деңгей. Бұл деңгейде қысқа уақыт тыңдау да өте зиян. Ұзақ уақыт пайдалану салдары, құлақ инфекциялары, бас ауыру, әлеуметтік оқшаулану. Құлақ инфекциялары ол құлаққаптарды ұзақтауы инфекция тудырады. Бас ауыру, ұзақ тыңдау бас ауруына әкелуі мүмкін. Әлеуметтік оқшаулану қоршаған ортадан алыстатады. Сақтану шаралары. Үздіксіз тыңдамаңыз. Әр сағат сайын 5-10 минут үзіліс жасаңыз. Дыбысты азайтыңыз. Дыбыс деңгейін қауіпсіз шекте ұстаңыз. Тазалық. Құлаққаптарды үнемі тазалап тұрыңыз. Құлаққап таңдау критериялары. Негізінде құлаққап таңдау критериялары ол 4 критериясы бар. Бірақ ол 4 критериясы ол сымсыз құлақтарға, ал сымды құлаққаптар болса ол 3 критерияда жеткілікті болады. Ол дыбыс сапасы, ыңғайлығы, бағасы және батарея мерзімі. Дыбыс сапасы жоғары сапалы дыбыс таңдау керексіз. Ыңғайлығына ол ұзақ уақыт тағуға ыңғайлы болуы керек. Бағасы бюджетіңізге сай таңдаңыз. Ал батарея мерзімі сол сымсыз құлаққаптарға өте маңызды болып саналады екен. Және осының бәрін қорытындылай өтсек. Құлаққаптар ыңғайлы құрылғы, бірақ оны дұрыс пайдалану өте маңызды. Саналы пайдалану, денсаулыққа мән беру, үнемі тексеру. Саналы пайдалану, есту қабілетіңізді қорғау үшін жауапкершілікпен қараңыз. Денсаулық мән беру, есту қабілетін сақтау болашақ үшін өте маңызды. Үнемі тексеру, есту қабілетіңізді дәрігерге тексертіп тұрыңыз. Осы менің ғылыми жобам тыңдағаныңыздар үшін рахмет. Менің ғылыми жобам осымен аяқталады. Барам-пам-пам-пам.